Саламатсыздар ма, сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписацияны басып қойыңыздар. Қазақ тілі 4-ші сынып отбасы мүшелерінің мамандықтары. Қос сөздер 56-шы сабақ. Бүгінгі сабақта пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды құрастырамыз. Қос сөздерді қолдануға жаттығамыз. 40-шы жаттығу. Мәтінді мұқият тыңда. Әке-шешем қойшы болды. Айдалада ақ боз үй. Айналаның бәрі бұйра-бұйра құм. Сексеуіл, жусанды дала. Бір отар малды шеген құдықтан суарады. Бір отарда 1000-ға жуық қой бар. Құдықтың басындағы айналмалы ағаш шығыр арқылы түйеге арқан байлап қауға тартамын. Бір қауғаға 30 литрдей су сияды. Әкем қауғадағы суды ағаш науаға құйып тұрады. 1000 қойды суару үшін қанша рет қауға тарту керек? Әр қой кемінде 1 литрге жуық су ішеді. Қанша қауға тартқанымды санап отырамын. 100-ге дейінгі санды қауға тартып жүріп үйрендім. Мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыр. Сұрақтарға жауап беріп көр. Сұрақ құрастыруда қалай ойлайсың, сенің ойыңша, неліктен, не себепті сұрақтар мен тіркестерді пайдалан. Әңгімедегі бала санауды қалай үйренді? Оның әке-шешесі кім? Мәтіннен күрделі сөздері бар сөйлемдерді теріп жаз. Күрделі сөздердің астын сыз. Мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды құрастырамыз. Қалай ойлайсың? Бір қауғаға қанша литр су сияды? Екінші. Сенің ойыңша бір отарда қанша қой бар? Үшінші. Не себепті қауға тарту керек? Әңгімедегі бала санауды қауға тарту арқылы үйренді. Әке-шешесі қойшы. Әке-шешем қойшы болды. Айдалада ақ боз үй. Яғни бұл сөйлемдерде күрделі сөздер бар. Құдықтың басындағы айналмалы ағаш шығыр түйеге арқан байлап қауға тартамын. Бұндағы күрделі сөздер әке-шешем, ақ боз үй, ағаш шығыр. 41-ші жаттығу. Өлеңді оқы. Қора-қора қой жатыр, қарын-қарын май жатыр. Түйе-түйе жүн жатыр, ауыл-ауыл ел жатыр. Күрделі сөздерді тап, олардың қалай жасалып тұрғанын байқа, мағынасын түсіндір. Күрделі сөздер қора-қора, қарын-қарын, түйе-түйе, ауыл-ауыл. Бұл сөздер қосарлану арқылы және қайталану арқылы жасалып тұр. Күрделі сөздің бір сыңарын алып тастап айтып көр. Сонда нені байқадың? Қора-қора қой жатыр деген сөйлемде қора деген бір сөзін алып тастасақ, қора қой жатыр. Онда ол ешқандай мағынаны бермейді. Ал қора-қора қой жатыр десек, онда қойдың көптігін білдіріп тұр. Сонымен бүгінгі сабақ қос сөздер. Қос сөздер дегеніміз не? Екі сөздің қайталануынан жасалған күрделі сөздерді қос сөздер деп атайды. Жазуда қос сөздің арасына дефис қойылады, яғни сызықша қойылады. Мысалы, мая, мая, әке, шеше, көре, көре, құрал, сайман. Яғни бұл сөздер қосарлану арқылы жасалып тұр. Арасында олай болса сызықша қойылады. 42-ші жаттығу. Мақалды оқып жатқа жаз. Көре-көре көсем боларсың, сөйлей-сөйлей шешен боларсың. Қос сөздердің астын сыз. Қос сөздер көре-көре, сөйлей-сөйлей. Қос сөздің бір сыңарын алып тастаса, сөйлем мағынасында қандай өзгеріс болады? Яғни, көре-көре көсем боласың дегенде, көре деген бір сөзін алып тастасақ, көре көсем боларсың. Яғни,
ол өзінің мағынасын бермейді. 43-ші жаттығу. Берілген қос сөздердің суреттегі қай мамандық иесіне қатысты екенін тап. Киім кешек, көйлек көншек, тіге, құрал сайман, ыдыс аяқ, жеміс жидек. Балалар, дәрігердің суреті көрсетілген, тігіншінің суреті көрсетілген және аспазшының суреті көрсетілген. Енді осы мамандықтарға байланысты жаңағы берілген сөздерді өзіне қатысты мамандығына байланысты жазамыз. Мысалы, дәрігер құрал сайман, тігінші киім кешек, көйлек көншек, тіге, аспазшы ыдыс аяқ, жеміс жидек. Өз отбасы мүшелерінің мамандықтары туралы әңгімеле. Менің әкем дәрігер, анам мұғалім. Мен оларды мақтан етем. Ал әпкем тігінші. Ол маған түрлі көйлектер тігіп береді. 44-ші жаттығу. Қос сөздерді оқып шығып көшіріп жаз. Биік, ыдыс аяқ, кіп-кішкене, көйлек көншек, анда-санда, қарқ, жап-жасыл. Қос сөздердің құрамындағы сөздерге назар аудар. Өзің таңдаған қос сөздерді қатыстырып, бірнеше сөйлем құра. Астанада биік үйлердің саны көбеюде. Ыдыс аяқ жууды анамнан үйрендім. Кіп-кішкене қыз болғаным есімде жоқ. Апам көйлек көншегін түйіп жүреді. Анда-санда достарыммен ойнаймын. Асқар күлсе, даусы қарқ шығады. Өзіме жап-жасыл көйлегім ұнайды. 45-ші жаттығу. Қарамен жазылған сөздерді қос сөзге айналдырып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Мысалы, жаңа жылда шыршалар қар болып тұрады. Биік белестерден көріне бер. Орамалдың ұшы бетіне желп етті. Асыл мамасына қуана жүгірді. Қос сөз сөйлемге қандай мағына үстегенін байқа. Қос сөзді құрап тұрған сыңарларды салыстыр. 46-шы жаттығу. Кестеге қара және түсіндір. Балалар, сонымен қос сөздер, қайталама қос сөздер және қосарлама қос сөздер деп екіге бөлінеді. Қайталама қос сөздердің жасалу жолдарын айтатын болсақ, ол бір сөздің қайталануынан жасалған қос сөздер. Мысалы, мая, биік, қар деген сияқты. Бірінші сыңарына қосымша жалғану арқылы жасалған қос сөздер бет-бет. Ал екі сыңарына да қосымша жалғану арқылы жасалған қос сөздер, олар үйімізге. Бірінші сыңары күшейткіш буын арқылы жасалған қос сөздер, олар сап-сары. Ал қосарлама қос сөздер, олар екі сыңарының да мағынасы бар қос сөздер. Мысалы, құрбы-құрдас. Бір сыңарының мағынасы жоқ қос сөздер бала-шаға. Екі сыңарының да мағынасы жоқ қос сөздер, олар ығы-жығы. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса, комментарий жазуды, лайк басуды ұмытпаңыздар.